Руларды санау 11-ші тарау. Ал халық жаратқан енің алдында ауыртпалықтарға шағымдана берді. Мұны естіген жаратқан енің қаһары лаулап, оның қасынан от лап етіп шықты. От халықтың арасына түсіп, ел қонысының шетін жалмап өртеп жіберді. Сонда халық Мұсаға айғайлап жалбарынды. Мұса жаратқан еге сыйынып мінәжат еткенде, от басылды. Жаратқан енің оты халықтың арасында жанып өртегендіктен, сол жер Табера, демек өрт деп аталып кетті. Израиль халқының арасындағы жат жұрттық тобыр өзге тағамдарға құмарлық танытты. Израильдіктердің өздері де қайтадан күңкілдей жыланып, біреу бізге ет жегісе ғой, шіркін. Мысырдағы тегін балықты айтсаңшы, қияр мен қарбыз, жуа, пияз, әрі сарымсақ дегендерді айтсаңшы. Ал енді көзіміз мына маннадан басқа ештеңені көрмейді. Оны жей-жей тәбетіміз таусылып, өзегіміз талды ғой, деп шағымданды. Ал манна болса, көжекөк өсімдігінің дәндеріндей, түсі ақшыл сары шайыр сияқты болды. Адамдар далаға барып, маннаны жинап алатын. Содан кейін оны қол диірменге тартып, не келіде түйіп ұнтақтайтын. Содан олар оны қазанда пісіретін, немесе одан күлше нан жасайтын. Маннаның дәмі май жағылған тәтті нанның дәміндей болатын. Түнде қонысқа шық түскенде, онымен бірге манна да түсетін. Осылай Мұса халық әулеттерінің бәрі қостарының кіреберісінде шағымданып, зарлап жатқандарын естіді. Жаратқан не оларға қатты қаһарланып, Мұса да соларына наразыланды. Ол жаратқан еге мінәжат етіп, неге мендей қызметшіңнің басына осы ауыртпалықты түсіріп тұрсың? Неге маған рақыммен қарамайсың? Мына күллі халықтың ауыртпалығын маған жүктеп, өзің жек көретіндей мен не істедім? Осы халыққа мен жүкті болдым ба? Оны дүниеге келтірген мен бедім? Сенімді бала күтушінің сәбиді бауырына алып көтеріп жүретініндей, маған мына халықты ата-бабаларына сыйлауға, уәде еткен елге көтеріп алып баруға сол себепті бұйырасың ба? Бізге ет бер, ет жегіміз келеді деп жылап жүрген халыққа мен етті қайдан тауып беремін? Осы халықтың ауыр жүгін мен жалғыз өзім көтеріп алып жүре алмаймын. Бұл мен үшін тым қиын. Егер сен шынымен маған осылай етпекші болсаң, онда мейірімді болып мені қазір-ақ өлтіре сал. Басыма түскен осы пәлені көргеннен бұл әлде қайда артық, деді. Сонда жаратқан ие Мұсаға былай деп жауап берді. Израильдің 70 ақсақалын жинап ал. Өзің оларды халықтың қамын ойлайтын басқарушылары ретінде жақсы танып білуің керек. Сол адамдарды кездесу шатырының алдына алып кел. Осы жерде күтіп тұрыңдар. Мен сол жерге түсіп өзіңмен тілдесемін. Сендегі рухтан алып, олардың әрқайсысына үлестіріп қондырамын. Сонда осы халықты басқарудың ауыр жүгін сен жалғыз өзің көтермейсің. Олар да сенімен бірге көтерісетін болады. Ал халыққа мынаны жеткіз. Жаратқан еге бағышталып, тазару рәсімнен өтіп, ертеңгі күнге дайындалыңдар. Ет жейтін боласыңдар. Біреу бізге ет жегісе ғой, шіркін. Мысырда жүрген кездеріміз жақсырақ болатын еді, деген шағымдарың жаратқан енің құлағына жетті. Енді ол сендерге ет береді, соны жейсіңдер. Сендер сол етті тек бір күн не 2 күн емес, 5-10-20 күн емес, тұтас бір ай бойы мұрындарыңнан шығып, өздерің ет атаулыдан жирендендеріңе дейін жетім боласыңдар. Өйткені сендер жаратқан еден бас тарттыңдар. Ал ол сендердің араларыңда. Сендер, неге ғана біз Мысырдан көшіп шықтық екен, деп оның көз алдында шағымдана зарладыңдар. Сонда Мұса жаратқан еге былай деді. Міне, 600 000 жаяу жасақшысы бар халықтың арасында тұрмын. Ал сен, мен оларға тұтас бір ай бойы жейтін ет беремін дейсің. Отар-отар қой ешкімен табын-табын ірі қара сойып бергенде де, бұл оларға жетер ме екен? Тіпті теңіздің бүкіл балығын аулап бергенде де, бұл оларға жеткілікті болар ме екен? Жаратқан ие Мұсаға жауап қатып,
немене бұлай істеу жаратқан иенің қолынан келмейді деп ойлайсың ба? Айтқан сөзімнің іске асып аспайтынын қазір көретін боласың, деді. Мұса шықты да жаратқан иенің сөздерін халыққа жеткізді. Содан соң ол халықтың ақсақалдарынан 70 адамды жинап алып, оларды кездесу шатырын айналдыра тұрғызды. Сонда жаратқан ие бұлт ішімен төмен түсіп, Мұсамен сөйлесті. Мұсаға қонған рухтан алып, оны сол 70 ақсақалға үлестіріп қондырды. Өздеріне рух қона салысымен олар пайғамбар ретінде Құдайдың хабарын жеткізе бастады. Ал кейін олар бұларын тоқтатты. Ақсақалдар ретінде Елдат пен Модат деген екі адамда тізімге енгізілген болатын. Бірақ олар басқалармен бірге кездесу шатырына кірмей, қоныста қалып қойған еді. Алайда рух оларға да қонып, екеуі қоныста пайғамбар ретінде Құдайдың сөзін жеткізді. Бұны көріп қалған бір жас жігіт Мұсаға жүгіріп барып, Елдат пен Модат қоныста пайғамбар ретінде Құдайдың хабарын жеткізіп жатыр, деді. Сонда жастайынан Мұсаға қызмет етіп келген Нун ұлы Ешуа: «Мырзам, Мұсеке, оларды тоқтата көріңіз», деді. Ал Мұса оған: «Сен менің қауымды жейсің бе? Жаратқан ие өз халқының бәріне де өзінің рухын қондырып, олардың барлығының да пайғамбар болып кетуін тілеймін», деп жауап қайырды. Бұдан кейін Мұса ақсақалдармен бірге ел қонысына қайтып оралды. Ал жаратқан ие бір жел жіберіп, сол жел теңіз жақтан бөденелерді ел қонысына ұшырып алып келді. Құстар ел қонысын айналдыра екі бағытта, бір күндік жол қашықтықта, екі шынтақ биіктікке төмендеп түсті. Халық шығып, сол күні және ертеңіне күні бойы бөдене жинап жүрді. Олардың әрқайсысы ең аз дегенде 10 үлкен қапқа сыярлық мөлшерде бөдене жинап алып, бауыздады да кептіру үшін қоныстың айналасында жайды. Алайда олар шайнап жеп жатқан еттерін әлі жұтып үлгермей жатып ақ, жаратқан ие оларға қаһарланып, сұрапыл апат жіберді. Осы себепті сол жер Қиброт Хатауа, демек құмарту қабірлері деп аталып кетті. Өйткені ет жеуді аңсап құмартқандар сол жерде қабірге қойылды. Қиброт Хатауадан халық жолға шығып, Хасиротқа жетіп, сонда тұрақтады. Руларды санау. 12-ші тарау. Мұса құштық әйелге үйленген болатын. Бір күні Мәриям мен Харон соған бола Мұсаны сынады. Олар тағы былай деді: «Жаратқан ие тек Мұсаға ғана сөйлеп педі? Ол бізге де сөйледі емес пе?» Бұлары жаратқан иенің құлағына жетті. Ал Мұса жер бетіндегі барлық адамдардың ең кішіпейілі болатын. Жаратқан ие кенеттен Мұса, Харон, Мәриямды үшеуің кездесу шатырына келіңдер деп шақырды. Үшеуі сонда барды. Жаратқан иенің өзі бағана тәрізді бұлтпен төмен түсіп, шатырдың кіре берісінде тұрып, Харон мен Мәриям екеуін шақырды. Екеуі алға қарай шықты. Жаратқан ие оларға тіл қатып былай деді: «Енді сөзіме құлақ салыңдар. Сендердің араларыңда пайғамбар бар болса, оған аян арқылы көрініп, түсінде онымен тілдесемін. Ал қызметшім Мұсамен бұлай емес. Ол менің бүкіл үйімдегі адал қызметшім. Мен онымен жұмбақтап емес, бетпе-бет анық тілдесемін. Мұса менің жаратқан иенің бейнесін көреді. Өз қызметшім Мұсаға қарсы сөйлеуден сендер қалайша қорықпадыңдар?» Жаратқан иенің қаһары оларға қарсы лап етіп, өзі қастарынан алшақтап кетті. Бұлт киелі шатырдан жоғары көтеріліп кеткенде, Мәриямның бүкіл денесін қардай аппақ алапес басып кетті. Харон Мәриямға қарай бұрылғанда, оның алапес екенін көрді. Сонда Харон Мұсаға: «Уа мырзам, ақымақтықтан жасаған күнәмізді бізге қарсы қоймаңыз. Мәриямның ана құрсағынан шығып жатқан өлі нәресте іспетті болуына жол бермеңіз. Оның тәнінің жартысы шіріп кетіпті», деп жалынды. Мұса жаратқан иеге: «Уа Құдай, оны сауықтыра көр», деп жалбарына сыйынды. Жаратқан ие Мұсаға: «Егер әкесі бетіне түкіріп жіберген болса, Мәриям ұялғаннан 7 күн бойы жұрттың көзіне көрін алмай жүрмес пе еді?
Сол сияқты ол ел қонысының сыртына 7 күнге аластатылсын. Содан кейін оны қайтадан алып келуге болады деді. Осылайша Мәриям 7 күн бойы қоныстың сыртына аластатылды. Оны қайтып алып келмейінше халық жолға шыққан жоқ. Руларды санау 13-ші тарау. Мұнан кейін халық Хасироттан көшіп шығып, Паран атты елсіз далаға жетіп, қостарын тікті. Сонда жаратқане Мұсаға былай деп тапсырды: мен Израиль халқына табыстап отырған Қанахан елін барлап келу үшін сол жерге адамдар жібер. Ата-бабаларынан тараған 12 рудан бір басшыдан жібер. Сонымен Мұса оларды жаратқаненің нұсқауы бойынша Паран атты ен даладан жұмсап жіберді. Олардың барлығы Израиль халқының басшыларынан болатын. Олардың аты жөндері мыналар: Рубен руынан Закур ұлы Шамуа, Шимон руынан Хори ұлы Шапат, Яхуда руынан Ифунни ұлы Халеп, Исашар руынан Жүсіп ұлы Иғал, Ефрем руынан Нун ұлы Ошия, Бунямин руынан Рафу ұлы Палти, Забулон руынан Соди ұлы Ғаддиел, Жүсіптен тараған Манаса руынан Суси ұлы Ғадди, Дан руынан Гемали ұлы Әмиел, Ашир руынан Михаил ұлы Сетур, Нафталим руынан Вопси ұлы Нахпи, Ғад руынан Махи ұлы Гевел. Мұсаның елді барлап келуге жіберген адамдарының есімдері осылар. Ал Мұса Нун ұлы Ошияға Ешуа деген жаңа ат қойды. Сонымен Мұса оларды Қанахан елін барлап келуге жіберіп, мынадай тапсырма берді: осы Негеб аймағы арқылы елдің таулы жеріне өрлеп барыңдар. Байқап көріңдер, ел қандай екен. Онда тұрып жатқан халықты да байқаңдар. Қуатты ма, әлде әлсіз бе? Көп пе, әлде аз ба? Халықтың тұрып жатқан жері де қандай? Жақсы ма, жоқ па? Қандай елді мекендерде тұрады екен? Шатырлы қоныстарда ма, әлде бекіністі қалаларда ма? Жерлерінің топырағы қандай? Құнарлы ма, әлде құнарсыз ба? Онда ағаш өсе ме, жоқ па? Батылда қайсар болып, сол елдің жемістерінен де біраз алып келіңдер. Бұл жүзім піскен мезгіл болатын. Жіберілгендер елге өрлеп барып, оны Син атты елсіз даладан бастап, солтүстіктегі Лебо Хаматқа қарай баратын жолдағы Рехоб аймағына дейін шарлап, барлап шықты. Олар елге Негеб арқылы еніп, Хеврон қаласына жетті. Онда Анақтың ұрпақтары Ахиман, Шешай, Талмай деген алыптар тұратын. Ал Хеброн Мысырдағы Соған қаласынан 7 жыл бұрын салынған қала. Мұнан кейін олар Ешқол аңғарына барып, онда жүзім бұтасынан шоғы бар бір сабағын кесіп алып, оны ағаш бақанға іліп, екеулеп көтеріп кетті. Сонымен бірге олар анар, інжір жемістерінен де ала жүрді. Сол жер Израильдік барлаушылардың кесіп алған жүзім шоғына бола Ешқол, демек жүзім шоғы аңғары деп аталып кетті. Жіберілгендер 40 күн бойы елді барлап болғаннан кейін қоныстарына қайта оралды. Олар Паран даласындағы Қадеште жиналып тұрған Мұса мен Харонның және Израиль халқының бүкіл жамағатының алдында өздерінің көріп біліп келгендерін айтып беріп, алып келген жемістерін де көрсетті. Барлаушылар Мұсаға баяндап былай деді: біз сіз жіберген елге барып келдік. Онда шынында да ағы мен балы молынан ағып жатыр екен. Міне мыналар сол елде өсетін жемістер. Алайда онда тұратын халық сондай мықты екен. Ондағы қалалар да бекіністі әрі өте үлкен. Біз одан тіпті Анақтың алып ұрпақтарында көрдік. Елдің оңтүстігіндегі Негеб аймағында Амалек тайпасы тұрады. Ортадағы таулы аймақта хеттіктер, ебустіктер, аморлықтар орналасыпты. Қанахандықтар батыстағы теңіз жағасында және шығыстағы Йордан өзені бойында қоныстанған екен. Ал Халеп Мұсаның алдында халықты тыныштандырып: уа халайық, біз елге өрлеп барып, оны емденіп алайық. Соны сөзсіз істей аламыз деді. Бірақ онымен бірге барып келген басқалар: жоқ, біз сол халыққа қарсы шыға алмаймыз. Олар бізден соншама күшті деп онымен келіспеді.
Сол 10 барлаушы израильдіктердің арасында өздері барлап келген ел туралы жағымсыз хабар таратты. Біз барлап келген сол ел өз тұрғындарын жалмайтын жер екен. Онда тұрып жатқан халықтың адамдары денелі. Бұл жерде алыптың тұқымынан тараған анақтың ұрпақтары да тұрады. Біз олардың жанында өзімізді шегірткеспетті кішкентай сезіндік. Олар да бізге солай қарады. Руларды санау 14-ші тарау. Сонда бүкіл қауым дауыс көтеріп, түні бойы азан-қазан жылаумен болды. Барлық израильдіктер Мұса мен Харонға наразыланып, бүкіл қауым болып, бізге баяғыда-ақ Мысыр елінде өлгеніміз жақсы болған болар еді. Немесе осы елсіз далада өлген болсақ қой, деп күңкілдесті. Жаратқан ие бізді бұл елге неге алып келе жатыр екен? Сол жерде біз семсерден қырыламыз. Әрі әйел, бала шағамыз жауға олжа болмақ. Одан да Мысырға қайта оралғанымыз жақсы емес пе? Олар бір-біріне, кәне, басшы таңдап алып, Мысырға қайта оралайық, десті. Ал Мұса мен Харон жиналған израильдіктердің бүкіл қауымының алдында жерге етпетінен жығыла кетті де, жаратқан иеге сыйынды. Елді барлап келгендердің екеуі, Нун ұлы Иешуа және Ефунне ұлы Халеп те, басқалардың сенімсіздігіне қатты қайғырып, киімдерінің өңірін айыра жыртты. Олар Израильдің бүкіл қауымына, біз барлап келген ел өте керемет екен. Егер жаратқан ие бізге риза болса, ол бізді ағы мен балы ағыл тегіл сол елге алып барып, оны бізге табыстайды. Тек жаратқан иеге қарсы бас көтермеңдер. Елдің халқынан қорықпаңдар. Олар бізге жем болады. Олар қорғаныштарынан ада қалған. Ал арамыздағы жаратқан ие бізге жар. Олардан еш қорықпай-ақ қойыңдар, деп ескертті. Бірақ бүкіл қауым олардың екеуін таспен атқылап өлтіру туралы айта бастады. Сонда кездесу шатырынан жаратқан иенің нұрлы салтанаты барлық израильдіктерге көрінді. Жаратқан ие Мұсаға тіл қатып былай деді: мына халық мені қашанға дейін менсінбей жүре береді. Мен олардың көз алдында құдіретімді дәлелдейтін қаншама кереметтер жасаған болсам да, олар қашанға дейін маған сенбей жүре бермек. Енді мен бұл халыққа індет жіберіп құртамын. Содан кейін сенің өзіңнен олардан да көбірек әрі күштірек халықты өрбітемін. Ал Мұса жаратқан иеге былай деп сыйынды: сонда мысырлықтар бұл туралы еститін болады. Сен осы халықты өзіңнің құдіретіңмен олардың арасынан алып шықтың ғой. Олар мұны Қанахан елінің тұрғындарына айтатын болады. Уа жаратқан ие, сенің осы халықтың ортасында екендігің жайлы олар естіген. Уа ием, сенің адамның көзіне көрініп аян бергенің, әрі өз бұлтыңның халқыңның үстінде қалықтап тұрғаны да олардың құлақтарына шалынған. Сенің күндіз бағана тәрізді бұлт ішінде, ал түнде жалындаған от бағанасының ішінде халқыңның алдында жүргендігің туралы да олар хабардар. Бірақ егер сен мына халықты бір адамында қалдырмай қырып тастасаң, онда өзің туралы естіген бөтен халықтар, әне, көрдің бе? Жаратқан ие сол халықты оларға беруге өзі ант еткен елге жеткізе алмапты. Сол себепті ол халықты елсіз далада қырып тастапты деп сені табаламақ. Сондықтан да, уа ием, сенің зор құдіретің көріне түссін. Өзің сол туралы былай деп едің ғой: жаратқан ие тез қаһарланбайды. Ол сондай сенімді де қайырымды. Көтеріліс пен теріс қылықтарды тіпті кешіруге дайын тұрады. Ал қасарысқанды жазасыз қалдырмайды. Ол аталарының кінәлары үшін жазалайды балалары мен немерелерін, тіпті шөберелері мен шөпшектерін. Өзіңнің ұлы да берік мейіріміңе сай, осы халықтың кінәсін кешіре көр. Оларды Мысырдағы кездерінен бастап, қазірге дейін осылайша кешіріп келдің ғой. Сонда жаратқан ие Мұсаға былай деп жауап берді: жарайды, сенің өтінгеніңдей мен оларды кешіремін. Бірақ мен мәңгі тірі жаратқан ие былай деп ант етемін: бүкіл дүниенің менің салтанатты ұлылығыма толы екендігі шүбәсіз. Сол сияқты мына адамдардың тағдыры да еш шүбәсіз. Олар Мысырда және осы айдалада менің ұлы салтанатымды әрі құдіретімді дәлелдеген керемет істерімді өз көздерімен көрсе де,
Мені 10 рет еркінсіп сынап, даусыма құлақ түрмеді. Сол үшін олардың ешқайсысы мен ата-бабаларына табыстауға ант еткен елді көрмейтін болады. Мені менсінбегендердің ешқайсысы да сол елге көз тастамайды. Алайда қызметшім Халеп ондай мінез көрсетпей, маған шын жүректен сенімді болғандықтан, мен оны өзі барлап келген сол елге апарып кіргіземін. Оның ұрпақтары сол елді емденетін болады. Ендеше амалектіктер мен қанахандықтар аңғарларда тұрғандықтан, сендер ертең кері бұрылып, ен дала жолына түсіп, қамысты теңізге қарай беттеңдер. Содан соң жаратқан ие Мұса мен Харонға бұлай деді: мына зұлым жамағат қашанға дейін маған қарсы күңкілдеп шағымдана бермек? Израильдіктердің маған қарсы күңкілдеп шағымдануы құлағыма шалынды. Оларға мынаны жеткіз: мәңгі тірі жаратқан ие бұлай деп ант етеді: құлағыма шалынған сендердің айтқандарыңды мен өз бастарыңа айнытпай-ақ келтіремін. Санақтан өткен жасы 20-дағы не одан асқан еркек кіндіктілерің, маған қарсы күңкілдеп наразылық білдірген барлығыңның сүйектерің осы иен далада шашылып қалады. Мен өздеріңді қоныстандыруға ант еткен сол елге Ефунне ұлы Халеп пен Нун ұлы Ешуа екеуінен басқа сендердің ешқайсыларың кірмейсіңдер. Сендер бала-шағамыз жауға олжа болады деген едіңдер. Алайда осы балаларыңды өздерің менсінбей қойған сол елге мен өзім алып барамын. Елдің игілігін солар көретін болады. Ал сендердің сүйектерің осы ен далада қалмақ. Жаратқан иеге деген опасыздықтарыңа бола, бала-шағаларың сендердің бірде-біреуің тірі қалмай құрып бітпейінше, 40 жыл бойы осы ен далада көшіп-қонып мал бағып азап шегетін болады. Уәделі елді қанша күн барлаған болсаңдар, сонша жыл, яки 40 жыл бойы өз кінәларыңның зардабын тартатын боласыңдар. Осылайша менің өздеріңе қарсы болуымның не екенін ұғасыңдар. Мен жаратқан ие осылай деймін, және осы айтқандарымды маған қарсы шыққан мына зұлым жамағаттың бәріне міндетті түрде жүзеге асырамын. Олар бірде-біреуі тірі қалмай осы ен далада құритын болады. Ал Мұсаның елді барлауға жіберген және сол ел туралы халыққа жаман хабар таратып, бүкіл жамағаттың жаратқан иеге наразы болуына түрткі салған адамдары сол кезде жаратқан иенің алдында індеттен көз жұмды. Елді барлап келген 12 адамнан тек Нун ұлы Ешуа мен Ефунне ұлы Халеп екеуі ғана тірі қалды. Мұса жаратқан иенің айтқан сөздерін Израиль халқына жеткізгенде бәрі қатты қайғырып жылаумен болды. Бірақ келесі күні ертемен олар таулы елге қарай өрлеп баруға дайындалып, «Я, күнә жасадық, мойындаймыз. Енді жаратқан иенің айтқан жеріне өрлеп барамыз» десті. Мұса оларға былай деп басу айтты: «Неге қайтадан жаратқан иенің бұйрығына қарсы шығасыңдар? Осылай табысты болмайсыңдар. Таулы жерге қарай өрлеп бармаңдар. Өйткені жаратқан ие сендермен бірге жүріп, жар болмайды. Сонда жауларыңнан жеңіліп күйрейсіңдер. Амалектіктер мен қанахандықтар сендерге сол жерде қарсы шығады. Сендер жаратқан иеден теріс бұрылып кеткендіктен, ол араларыңда бірге болмай, сендер семсердің жүзінен қырыласыңдар. Алайда олар өркөкіректеніп, таулы жерге қарай өрлеп шығуға бәрібір ұмтылды. Ал жаратқан иенің келісім сандығы және Мұса пайғамбар қоныстан шықпады. Сонда таулы жерде тұратын амалектіктер мен қанахандықтар төмен түсіп, Израильдіктерге тап беріп, оларды Хормаға дейін қуып талқандады. Руларды санау 15-ші тарау. Кейінірек жаратқан ие Мұсаға тіл қатып былай деді: Израильдіктерге мынаны айт: мен сендерге табыстағалы тұрған елге еніп, қоныстанатын боласың. Бұдан кейін сендер өзіме ұнамды, хош иісті тартулар ұсынатын боласыңдар. Осы тартуларды адам шалынып, түгелдей өртелетін құрбандығы ретінде, не өзінің жаратқан иеге берген сертін орындау үшін, не өз еркімен немесе белгілі мейрамға орай беретін тарту ретінде бағыштай алады. Құрбандықтар мүйізді ірі қара не ұсақ малдан бола алады.
Сонда сый тартуды ұсынушы адам шалатын құрбандығына қоса мынадай астық тартуында әкелсін. Ол пұттың оннан біріндей мөлшердегі таңдаулы бидай ұнын 2 қадақ зәйтүн майымен араластырып, астық тарту ретінде ұсынуы керек. Түгелдей өртелетін тарту ретінде құрбандыққа шалынған әрбір тоқтыға қоса сұйық тарту ретінде 2 қадақ шарапта ұсынылсын. Ал егер құрбандыққа қошқар ұсынсаңдар, оған арналған астық тартуы 3 қадақ зәйтүн майымен араластырылған бір пұттың оннан 2 мөлшеріндегі таңдаулы бидай ұны болсын. Сонымен қатар сұйық тарту ретінде 3 қадақ шарапта ұсыныңдар. Бұлар маған хош иісті де ұнамды тарту болады. Түгелдей өртелетін құрбандыққа, не берілген сертке байланысты шалынған құрбандыққа, не өзіммен қарым-қатынасқа ризашылық білдіретін құрбандыққа бір жас бұқаны келгенде, бұқамен бірге астық тарту ретінде бір пұттың оннан 3 мөлшеріндегі таңдаулы бидай ұнын 4,5 қадақ зәйтүн майымен араластырып ұсыну керек. Соған қоса сұйық тарту ретінде 5 қадақ шарапта ұсыныңдар. Бұлар маған өртелу арқылы ұсынылатын хош иісті де ұнамды тарту болады. Құрбандыққа шалынып өртелетін әрбір жас бұқа не қошқарға, әрбір тоқты не ешкіге қоса осы тартулар ұсынылсын. Әрқайсыларың әкелген құрбандық малдарыңның санына қарай осылай істеңдер. Елде туған әрбір адам маған өртелу арқылы ұсынылатын хош иісті де ұнамды тарту әкелгенде, бұларын осы нұсқауға сай істеуге тиіс. Араларыңда уақытша не тұрақты тұрып жатқан жат жұрттық маған өртелу арқылы ұсынылатын хош иісті де ұнамды құрбандық ұсынса, оларда сендер сияқты істеулері керек. Халыққа арналған ережелер сендер үшін де, араларыңда тұрып жатқан жат жұрттықтар үшін де бірдей болуға тиіс. Бұл келер ұрпаққа да арналған тұрақты ереже. Мен жаратқан емін, әрі менің алдымда сендер де, жат жұрттықтарда бірдей боласыңдар. Заңдар және шешімдер сендер үшін де, араларыңда тұрып жатқан жат жұрттықтар үшін де бірдей болулары керек. Жаратқан ем Мұсаға тағы былай деді: Израильдіктерге мынаны айт: мен сендерді алып бара жатқан елге жеткен соң, елдің өнімін жейтін боласыңдар. Сонда жаратқан еге бағышталған тарту ретінде өнімнің арнайы бөлігін ұсыныңдар. Қырманның алғашқы өнімінің тарту ретінде диірменде тартылған алғашқы ұннан пісірілген дөңгелек нанды әрі-бері тербеп жаратқан еге ұсыныңдар. Диірменде тартылған алғашқы ұннан жаратқан еге тарту ұсынуды барлық келер ұрпақтарыңда орындасын. Жаратқан енің Мұсаға берген осы өсиеттерін абайламай бұзып алатын болсаңдар, яғни жаратқан енің алғашқы кезден бастап Мұса арқылы берген барлық өсиеттерінің бірін болашақ ұрпақтарыңда абайламай бұзып алатын болса, және бұл туралы ешкім де білмесе, онда бүкіл қауым бір жас бұқаны шалып, түгелдей өртеп, жаратқан еге хош иісті де ұнамды құрбандық ретінде ұсынсын. Соған тиісті астық және сұйық тартуларында алып келсін. Әрі күнәнің құнын өтейтін құрбандыққа бір текені шалсын. Осылайша діни қызметкер Израиль халқының бүкіл қауымын күнәларының арамдығынан тазартып, олар кешіріледі. Себебі сол күнә әдейі емес, абайламай жасалған еді. Әрі израильдіктер осы теріс істер үшін жаратқан еге арнап өртелу арқылы жасалатын және күнәнің құнын өтейтін құрбандықтарын шалып, өртеп ұсынған болатын. Сонда бүкіл израильдік қауым және араларында тұрып жатқан жат жұрттықтарда кешіріледі. Себебі бұны бүкіл халық абайламай істеген болатын. Егер бір жеке адам абайламай күнә жасаған болса, онда ол бір жасар ешкіні күнәнің құнын өтейтін құрбандық ретінде шалсын. Діни қызметкер абайламай күнә жасаған адам үшін оны күнәсінің арамдығынан тазартатын рәсімді жаратқан енің алдында орындайды. Осылайша сол адамның күнәсі кешіріледі.
Абайламай күнә жасаған адам тумысынан Израильдік болсын, не араларыңда тұрып жатқан жат жұрттық болсын, екеуіне де қолданылатын заң бірдей болады. Бірақ тумысынан Израильдік болсын, не жат жұрттық болсын, әдейі күнә жасайтын кез келген адам сонысымен жаратқан иені қорлайды. Ондай адам халықтың арасынан аластатылсын. Жаратқан иенің сөзін түкке тұрғысыз деп есептеп, өсиеттерін бұзғандықтан ондай жан міндетті түрде аластатылсын. Оның кінәсі өз мойнында қалады. Израильдіктер елсіз далада жүрген кезде, араларындағы бір адам діни демалыс күні отын жинап жүрген жерінен ұсталып қалды. Ұстағандар әлгі адамды Мұса мен Харонның және жамағаттың алдына алып келді. Оған қандай шара қолдану керек екендігі анық болмағандықтан, адам қамауға алынды. Сонда жаратқан ие Мұсаға тіл қатып былай деді: сол адам өлуге тиіс. Бүкіл жамағат оны қоныстың сыртына шығарып, таспен атқылап өлтірсін. Бүкіл жамағат адамды қоныстың сыртына алып шығып, жаратқан иенің Мұса арқылы берген нұсқауына сәйкес оны таспен атқылап өлтірді. Жаратқан ие Мұсаға тіл қатып былай деді: Израильдіктерге мынаны айт: олар киімдерінің етектеріне арнап шашақтар жасап, оларды етектің бұрыштарына байлайтын болсын. Әр шашақтың қою күлгін түсті жіптен жасалған бауы болуы керек. Келер ұрпақтарының бәрі де осындай шашақтарды тағып жүретін болсын. Осы шашақтар сендерге ескертпе болады. Ондағы мақсат, шашақтарды көрген сайын естеріңе жаратқан иенің барлық өсиеттері түсіп, соларды орындауларың, әрі өз жүректеріңмен, көздеріңнің құмарлығымен жүріп, маған опасыздық жасаудан аулақ болуларың. Мұны менің өсиеттерімді әрқашан естеріңде ұстап, орындауларың үшін және осы арқылы маған, өз құдайларыңа бағышталған киелі болуларың үшін істеңдер. Мен сендердің құдайларың болу үшін өздеріңді Мысырдан алып шыққан жаратқан иемін. Иә, мен өздеріңнің құдайларың жаратқан иемін. Руларды санау 16 тарау. Леуі руының Қахат тармағының адамы Ысқар ұлы Қорах және Рубен руынан шыққан Елияптың екі ұлы Датан мен Абирон әрі Пелет ұлы Аон өзара сыбайласып, Мұсаға қарсы бас көтерді. Олармен бірге Израильдіктердің тағы 250 атақты ер адамы болды. Бұлар жамағатта тағайындалған қауым жетекшілері еді. Барлығы Мұса мен Харонға қарсы бірігіп, былай деді: жетер енді сендерге. Өздерің ғана емес, бүкіл қауым киелі. Жаратқан ие біздің де арамызда ғой. Сендер неге өздеріңді жаратқан иенің халқынан жоғары қоясыңдар? Мұны естігенде Мұса жерге иет бетінен жығыла кетті де, жаратқан иеге сыйынды. Содан кейін ол Қорах пен оның барлық жақтастарына тіл қатып былай деді: ертең жаратқан ие кімнің өзіне бағышталған киелі екенін көрсетеді. Жаратқан ие таңдап алғандарына өзіне жақындауға жол береді. Енді сен, Қорах, өзіңнің барлық жақтастарыңмен бірге былай етіңдер: хош иісті заттарды түтететін табалар алыңдар. Ертең соларға жаратқан иенің алдында қызып тұрған шоқтан салып, үстіне хош иісті зат түтетіңдер. Жаратқан ие кімді таңдап алып қабылдаса, сол адамның киелі болғаны. Жетер енді сендерге, леуіліктер. Мұса Қораққа тағы былай деді: сөзіме құлақ асыңдар, леуіліктер. Жаратқан иенің киелі шатырында қызмет атқару, қауымның алдында тұрып, оларға қызмет етудің өзі өте сыйлы міндет. Ал Израильдің құдайы Израиль халқының арасынан дәл өздеріңді осы міндетті атқаруға таңдап алғандығы сендерге аздық ете ме? Қорах, осылайша жаратқан ие саған және леуілік ағайындарыңның бәріне өзінің алдына келіп қызмет етуге жол берген. Ал қазір сендер тағы діни қызметкер болуға да дәмеленіп жатырсыңдар. Өзің де, күллі жақтастарың да бұларыңмен жаратқан иеге қарсы шығып отырсыңдар. Ал сендер Харонға наразы болып күңкілдейтіндей, ол кім өзі? Содан соң Мұса Елияптың ұлдары Датан мен Абирон екеуін
өзіне шақыртты. Алайда олар былай деп жауап қатты: жоқ, келмейміз. Бізді ағы мен балы ағыл-тегіл елден шығарып алып, мына елсіз далада өлімге душар еткің келіп отырғаны саған аздық ете ме? Соның үстіне сен бізге үстемдік жүргізгің келеді. Сен бізді ағы мен балы ағыл-тегіл елге алып барған жоқсың. Бізге егіндік жер мен жүзімдіктерді мұралық меншікке үлестірген де жоқсың. Енді мына адамдардың көзін алдауыңды қой. Келмейміз дедік пе? Келмейміз. Мұса қатты ашуланып, жаратқан иеге сыйынып: олардың сый тартуларын қабылдай көрме. Мен олардан тіпті бір есекте алған жоқпын. Ешбіреуіне жамандықта істеген емеспін деді. Содан Мұса Қораққа былай деп нұсқау берді: ертең сен өзіңнің барлық жақтастарыңмен бірге және Харон жаратқан иенің алдына келіңдер. Әрқайсың бір-бір табадан, барлығы 250 таба келіңдер. Соларға хош иісті зат салып, жаратқан иеге ұсыныңдар. Харон екеуіңде солай істеңдер. Сонымен әрбір адам табасын алып, соған қызып тұрған шоқ пен хош иісті зат салып, кездесу шатырының кіреберісінің қасындағы Мұса мен Харонның жанына келіп тұрды. Осылайша Қорах өзінің барлық жақтастарын жаратқан иенің кездесу шатырының кіреберісінің алдына Мұса мен Харонға қарсы жинады. Сонда бүкіл қауымға жаратқан иенің нұрлы салтанаты көрінді. Жаратқан ие Мұса мен Харонға тіл қатып былай деді: екеуің мына қауымнан бөлек тұрыңдар. Мен оларды қас қағым сәтте-ақ жойып жіберейін. Осыны естіген Мұса мен Харон жерге етбеттерінен жата кетіп: уа Құдай, демі бар күллі тірі жанның Құдайы, бір адамның жасаған күнәсі үшін бүкіл қауымға қаһарланбақсың ба деп жалбарынды. Сонда жаратқан ие Мұсаға тіл қатып былай деді: қауымға Қорах, Датан және Абиронның қостарының жан жағынан кері шегініңдер деп бұйыр. Мұса орнынан тұрып, Датан мен Абиронға қарай беттеді. Исраильдің ақсақалдары оның соңынан ілесті. Мұса қауымға бұйрық беріп: мына зұлым адамдардың қостарынан аулақ шегініңдер. Әрі оларға қарасты ештеңеге де тиісуші болмаңдар. Әйтпесе олардың күллі күнәларына бола сендер де құрып кетесіңдер деді. Сонда халық Қорах, Датан мен Абиронның тұратын қостарының жан жағынан кері шегінді. Ал Датан мен Абирон әйелдері, ұлдары және кішкентай сәбилерімен бірге қостарының кіреберісінде тұрды. Мұса Исраильдің қауымына тағы былай деді: осы істердің барлығын өз ойыма сай емес, жаратқан иенің маған тапсыруымен істегеніме мынау арқылы көздерің жететін болады. Егер бұлар барлық адамдар іспетті көз жұмып, ақ өліммен өлетін болса, онда жаратқан иенің мені жібермегені. Ал егер жаратқан ие бұрын соңды болмағанды жасап, жер аранын ашып, оларды барлық мал-мүлкімен бірге жұтып қойып, олар тірідей тұңғиыққа түсіп кетсе, онда сендер сол адамдардың жаратқан иені менсінбей қорлағанын білетін боласыңдар. Мұса осы сөздерді айтып бола салысымен, сол адамдардың аяқ астындағы жер қағайырылды. Осылай жер аранын ашып, Қорақтың бүкіл тобын үй іштерімен бірге барлық дүние мүлкімен қоса жұтып қойды. Олар өздеріндегі барымен бірге тірідей тұңғиыққа түсіп кетті. Содан соң жер жабылып, олар жамағаттың арасынан бір жола құрып жойылды. Айналаларында тұрған бүкіл Исраиль халқы олардың айғайын ести сала: ойбай, бізді де жер жұтып қоймасын деп, жан жаққа бас сауғалап қаша жөнелді. Ал жаратқан ие от жіберіп, өз беттерімен хош иісті заттарды түтетіп жатқан 250 адамды өртеп жіберді. Содан кейін жаратқан ие Мұсаға тіл қатып былай деді: діни қызметкер Харон ұлы Елазарға мынаны айт: өрттің арасынан табаларды жинап ал, себебі олар киелі. Іштерінде қызып тұрған шоқтарын алысқа төгіп таста. Бұл адамдар күнә жасап, сол үшін өліммен жазаланғанмен, табалары жаратқан иенің алдына келтірілгенде оған бағышталып киелі болды. Табаларды балғамен жалпақтап соғып, құрбандық үстелін солармен қаптап тастау керек.
осылайша израильдіктерге ескертпе болсын. Діни қызметкер Елазар өртеніп кеткендердің әкелген қола табаларын жинап алды. Құрбандық үстелін қаптау үшін олар балғамен соғылып тегістелді. Бұның барлығы жаратқан иенің Мұса арқылы айтқан нұсқауы бойынша істелді. Харонның ұрпақтарынан басқа ешкімге жаратқан иенің алдына барып, хош иісті зат түтетіп ұсынуға болмайтынын, әйтпесе соның Қорах пен оның сыбайластарының кейпін киетіні туралы израильдіктерге берілген ескертпе осындай болды. Келесі күні Израильдің бүкіл жамағаты қайтадан Мұса мен Харонға наразы болып, сендер жаратқан иенің халқын құрттыңдар деп күңкілдей бастады. Алайда жамағат Мұса мен Харонға қарсы жиналып, кездесу шатырына бет бұрған сәтте-ақ шатырды бұлт жауып, жаратқан иенің нұрлы салтанаты көрінді. Содан Мұса мен Харон кездесу шатырының алдына барды. Сол кезде жаратқан ие Мұсаға: «Мына жамағаттың арасынан кетіңдер. Мен оларды қас қағым сәтте-ақ жойып жіберемін» деп ескертті. Сонда Мұса мен Харон етпеттерінен жерге жығыла кетті. Мұса Харонға: «Бір табаны алда, оған түтету үстелінен қызып тұрған көмір шоғын сал. Ал оның үстіне хош иісті зат сал. Тезірек жамағатқа жүгіріп бар да, оларға күнәнің арамдығынан тазартатын рәсімді орында. Өйткені жаратқан ие қаһарланып отыр. Халық арасында індет жайыла бастады» деп тапсырды. Сонда Харон Мұсаның айтқан нәрселерін алып, жамағаттың ішіне жүгіріп барды. Қараса, олардың арасында індет жайыла бастаған екен. Харон хош иісті затты түтетіп, халықты күнәларының арамдығынан тазартатын рәсімді орындады. Осылай Харон тірілер мен өлілердің арасында тұрды. Сонда індет жайылуын тоқтатты. Ал сол індеттен Қорақтың күнәсіне бола көз жұмғандарды есептемегенде 14.700 адам қырғынға ұшырады. Індет тоқтағаннан кейін Харон кездесу шатырының кіре берісіндегі Мұсаға қайта оралды. Руларды санау 17-ші тарау. Мұнан кейін жаратқан ие Мұсаға тіл қатып былай деді: «Израильдіктерге 12 рудың 12 рубасының таяқтарын берсін деп бұйыр да, өзің соларды қабылдап ал. Әрбір рубасының есімін оның берген таяғына жазып қой. Леви руының таяғына Харонның есімін жаз. Өйткені әрбір рудың бір басшысының таяғы болу керек. Таяқтарды кездесу шатырында өзім сендермен кездесетін орын, келісімнің айғақтары сақталған сандықтың алдына қой. Мен кімді діни қызметкер болуға таңдап алған болсам, соның таяғы бір жарады. Осылайша мен израильдіктердің өздеріңе қарсы күңкілдеп білдірген наразылықтарын доғартамын». Мұса израильдіктерге бұйырып, әрбір рубасы өз руының атынан бір таяқтан берді. Харонның таяғы да солардың таяқтарының арасында болды. Мұса таяқтардың барлығын алып, оларды келісімнің айғақтары сақталған киелі шатырда жаратқан иенің алдына қойды. Келесі күні Мұса киелі шатырға келіп қараса, Леви руы үшін берілген Харонның таяғы бір жарып қана қоймай, гүлдеп, бадам жаңғақтарында беріпті. Мұса таяқтардың барлығын жаратқан иенің алдынан алып шықты да, оларды бүкіл Израиль халқына көрсетті. Халық таяқтарды қарап, әр рубасы өз таяғын қайтарып алды. Сонда жаратқан ие Мұсаға былай деді: «Харонның таяғын бағынбайтын қиқарларға ескертпе болу үшін келісімнің айғақтары алдына қайтадан сақтап қой. Осылайша өздерінің маған күңкілдеп наразылық білдірулерін доғарсын. Әйтпесе олар өлім құшады». Мұса мұны дәл жаратқан иенің айтқанында істеді. Ал израильдіктер Мұсаға: «Біз өлеміз, құрып бара жатырмыз. Бәріміз де құрып бара жатырмыз-ау. Тіпті жаратқан иенің киелі шатырына таяп келетін адамда өлім құшады екен. Осылай бәріміз де құрып кетер ме екенбіз?» деп қатты уайымдады. Руларды санау 18-ші тарау. Содан кейін жаратқан ие Харонға тіл қатып былай деді: «Егер киелі орынға қарсы бір күнә жасалатын болса, оған өзің де, ұрпақтарың да,
арғатаңнан шыққан бүкіл Леуі руы да жауапты боласыңдар. Ал діни қызметкердің қызметіне байланысты күнә үшін тек өзің мен ұрпақтарың ғана жауапты боласыңдар. Ағайындарың арғатаңнан шыққан Леуі руын қасыңа қосып ал. Олар өздеріңмен бірге болып, сендерге қызмет етсін. Бірақ келісімнің айғақтары сақталған киелі шатырдың алдында қызметті тек өзің және ұрпақтарың ғана атқаратын боласыңдар. Леуліктер сендерге қызмет етіп, киелі шатырға байланысты барлық міндеттерін атқаратын болсын. Алайда олар киелі шатырдағы құрал жабдықтарға және құрбандық үстеліне жақындаушы болмасын. Әйтпесе олар да өздеріңде өлесіңдер. Олар қасыңда болып, кездесу шатырын күзетіп, ондағы барлық міндеттерін орындасын. Ал бөтен ешкім сендерге жақындап келуші болмасын. Бұдан былай Израильдіктер қаһарма ұшырамаулар үшін сендердің киелі шатырдағы және құрбандық үстелінің алдындағы міндеттерді орындауларың керек. Мен леуліктерді Израильдіктердің арасынан таңдап алдым. Олар сендерге көмекке беріліп, кездесу шатырындағы жұмыстарды орындау үшін өзіме бағышталған. Ал құрбандық үстеліне және киелі шатырдағы шымылдықтың артындағы ең киелі орынға байланысты қызметтерді тек сен және ұрпақтарың ғана орындайтын боласыңдар. Мен діни қызметкер болып, сол міндетті атқаруды сендерге сыйлап отырмын. Ал киелі шатырдағы қызметті орындау үшін жақындап келген әрбір бөтен адам өлім құшады. Жаратқан ие Харонға қайтадан тіл қатып, былай деді: біліп қой, мен Израильдіктердің өзіме жасайтын сый тартуларын бақылауды саған тапсырдым. Олардың өзіме көтеріп ұсынатын тартуларын мен саған және ұрпақтарыңа арналған үлестерің әрі тұрақты құқықтарың етіп сыйладым. Маған бағышталған тартулардың отқа өртелмейтін бөлігі сендердің үлестерің болады. Ол не астық тартуы, не күнәнің құнын өтейтін құрбандық, не айыпты өтеу құрбандығы болсын, халықтың маған бағыштаған ерекше киелі тартуларының осы бөліктері сенің өзіңе және ұрпақтарыңа тиісті. Оларды киелі орында жеңдер. Сендердің еркек кіндіктілерің сол бөліктерді жей алады. Оларға өзіме бағышталған киелі деп қараңдар. Сондай-ақ мыналар да сенікі. Израильдіктердің көтеріп не әрі-бері тербеп ұсынатын тартуларынан арнайы үлесті мен саған және ұл қыздарыңа сыйладым. Олар қашан солай болуы тиіс. Ондай сыйды отбасыңдағы тазару рәсімнен өткен әркім жей алады. Халықтың маған, жаратқан иеге ұсынатын алғашқы өнімдерін, зәйтүн майының, жүзім шырыны мен астығының таңдаулы үлестерін мен саған бердім. Халықтың өз жерінен алған, маған беруге тиісті алғашқы өнімдерінің барлығы саған арналған. Үй ішіңнің тазару рәсімінен өткен әр адамы оны жей алады. Израильде жаратқан иеге антпен бағышталғанның барлығы да сенікі болады. Әр әйелдің тұңғышы және малдың әр бірінші төлі жаратқан иеге ұсынылып сенікі болсын. Бірақ тұңғыш ұл балаға және маған арнап құрбандыққа шалуға болмайтын арам хайуандарға өтем құнын белгіле. Сол құн тұңғыш ұл не малдың орнына төленсін. Ал өтем құны мынау: 1 айлық ұл бала немесе төл үшін 5 күміс мысқал. Мұндағы мысқал салмағы 20 герахтан тұратын киелі орында қолданылатын ресми өлшем. Алайда сиыр, қой, ешкінің алғашқы төлін құрбандыққа шалмай, құнын өтеп тірі алып қалуға жол берме. Олар маған бағышталған. Оларды шалып, қанын құрбандық үстеліне шашып, майын жаратқан иеге хош иісті де ұнамды құрбандық ретінде өртеп ұсын. Ал олардың еті әрі-бері тербеліп ұсынылатын көкірек еті мен оң жақ саны сияқты сендерге тиісті үлес болады. Осылайша мен Израильдіктердің жаратқан иеге алып келетін барлық киелі тартуларын тұрақты түрде сенің өзің мен ұл қыздарыңа сыйладым. Бұл өзіңе
және отбасыңа арнап жаратқан ие жасаған ешқашан бұзылмауға тиіс келісім. Жаратқан ие Харонға тағы былай деді: сендерге, діни қызметкерлерге, елден мұралық аймақ бөлінбейді. Халық арасында сендерге тиер үлес те жоқ. Израильдіктердің арасындағы сендердің үлестерің де, мұраларың да менмін. Мен Леуі руына кездесу шатырында атқаратын қызметтер үшін алатын мұралық үлестері ретінде Израильдегі барлық өнімнің 10 бөлігінің бірін бердім. Бұдан былай өзге израильдіктер киелі шатырға тым жақындап келмесін. Әйтпесе олардың күнәсі мойындарында болып, өлім құшады. Кездесу шатырындағы қызметтерді леуліктер атқарсын. Егер міндеттерін ұқыпсыз атқарса, оған өздері айыпты болады. Бұл келер ұрпақтарың ішінде тұрақты ереже. Израильдіктердің арасынан леуліктер мұралық үлес алмайды. Себебі мен леуліктерге израильдіктер жинаған өнімдерінің маған сый тарту ретінде ұсынатын 10 бөлігінің бірін сыйладым. Сондықтан мен Леуі руы жайлы израильдіктердің арасынан леуліктер мұралық үлес алмайды деген едім. Содан соң жаратқан ие Мұсаға тіл қатып былай деді: леуліктерге мынаны айт: мен сендерге мұралық үлестерің ретінде сыйлаған 10 бөліктің бірін израильдіктерден қабылдағанда, өздерің де сол алғандарыңның 10 бөлігінің бірін маған көтеріп ұсынатын тартуларың ретінде бағыштаңдар. Яғни 10 бөліктің бірінің 10 бөлігінің бірін беріңдер. Сендердің бұл тартуларың қырманда бастырған астық немесе жүзім сыққыштан алынған жүзім шырынының алғашқы өнімдері іспетті саналады. Осылайша израильдіктерден өнімдерінің 10 бөлігінің бірін қабылдайсыңдар, ал соның 10 бөлігінің бірін маған көтеріп ұсынатын тарту ретінде бағыштайсыңдар. Маған тиісті осы бөлікті сендер діни қызметкер Харонға табыстауларың қажет. Өздеріңе жасалатын барлық тартулардың ең таңдаулы да киелі бөлігін маған, жаратқан иеге арнап көтеріп ұсынуларың керек. Сондықтан леуліктерге былай де: сендер барлық тартулардың ең таңдаулы бөлігін маған бағыштап ұсынғанда, ол сендердің өз қырмандарыңның немесе өз жүзім сыққыштарыңның өнімі ретінде саналады. Оның қалған бөлігін өздерің және үй іштерің кез келген жерде жей аласыңдар. Себебі ол кездесу шатырында жасайтын қызметтеріңнің ақысы. Оның ең таңдаулы бөлігін маған көтеріп ұсынған болсаңдар, айыпты болмайсыңдар. Сонда сендер израильдіктердің киелі тартуларын арамдаған болып шықпайсыңдар. Әйтпесе өлімге душар болар едіңдер. Руларды санау 19-шы тарау. Жаратқан ие Мұса мен Харонға тіл қатып былай деді: жаратқан иенің бұйырған заңының тағы бір ережесі мынау: Израиль халқына мынаны айту керек. Олар бір жирен баспақты алып келсін. Сол жас сиырдың барлық жері сау, ешбір кемістігі жоқ болсын, және оған ешқашан мойынтұрақ салынбаған болуы керек. Жас сиырды діни қызметкер Елазарға табыстасын. Содан соң мал ел қонысының сыртына шығарылып, біреу оны Елазардың көз алдында бауыздасын. Діни қызметкер Елазар саусағын баспақтың қанына батырып алып, кездесу шатырының алдыңғы жағына қарай 7 рет бүрксін. Малдың өзі, терісі, еті, қаны, жыны түгелімен Елазардың көз алдында өртеліп жіберілсін. Діни қызметкер самырсынның бір жаңқасын, сайсағыздың бір бұтақшасын және алқызыл түсті жүннің бір шүйкесін алып, жанып жатқан мал денесінің үстіне лақтырсын. Содан соң діни қызметкер үстіндегі киімін жуып, өзі де сумен жуынсын. Бұдан кейін оған қонысқа қайтып келуге болады. Алайда ол кешке дейін таза емес болып саналады. Малдың денесін өртеген адам да киімін жуып, сумен жуынсын. Ол да кешке дейін арамданған болып саналады. Арамданбаған басқа бір адам өртелген баспақтың күлін жинап алып, оны ел қонысының сыртындағы бір таза жерге апарып сақтап қойсын. Осы күл израильдіктердің жамағаты үшін
тазару рәсімінің суында қолдануға сақтала берсін. Бұл рәсім күнәдан тазарту үшін жасалады. Жас сиырдың күлін жинаған адамда өз киімін жусын. Ол да кешке дейін таза емес болып саналады. Бұл өздеріңе де, араларыңда тұрып жатқан жат жұрттықтарға да арналған тұрақты ереже. Өлген адамның мәйітіне жанасқан әркім 7 күн бойы таза емес арамданған болып саналады. Арамданғаннан кейінгі 3 және 7 күндері сондай адам арнайы сумен тазару рәсімінен өтсін. Бұдан кейін ол таза болады. Ал егер 3 және 7 күндері тазару рәсімінен өтпесе, онда ол таза болмайды. Өлген адамның мәйітіне жанасып, тазару рәсімінен өтпеген әркім жаратқан иенің жер бетіндегі тұрағын арамдайды. Ондай адам Израильдің қауымынан аластатылсын. Тазарту суы оған бүркіп себілмегендіктен ол арамданған күйінде қала береді. Біреу үй ішінде қайтыс болған жағдайдағы ереже мынау. Сол кезде үйде болғандардың және кейін оған кіргендердің барлығы 7 күн бойы таза емес болып саналады. Сол үйдегі қақпағы жабылмай аузы ашық қалған әрбір ыдыста арам. Сол сияқты далада семсерден қаза тапқан немесе өз ажалымен өлген адамның мәйітіне, сүйектеріне не қабіріне жанасқан әр кісі де 7 күн бойы таза емес болып саналады. Осындай арамданған адамды тазару рәсімінен өткізу үшін алдымен шалынып, өртелген жирен баспақтың біраз күлін ыдысқа салып, үстіне ағынды судан құйсын. Арамданбаған бір адам сайсағыздың бір бұтақшасын ыдыстағы суға малып алып, сонымен суды сол үйге, ондағы бұйымдар мен адамдардың бәріне бүрксін. Ол сондай-ақ өлген адамның сүйегіне, қаза тапқан не өз ажалымен өлген адамның мәйітіне, немесе қабіріне жанасқан әркімге арнайы суды бүркіп себуі қажет. Содан соң 3 және 7 күндері таза адам арамданған адамға сол судан бүрксін. Осылайша оны 7 күні арамдығынан тазартады. Сол күні адам киімін жуып, өзі сумен жуынсын. Сонда ол кеште арамданбаған болып саналады. Ал егер біреу арамданып қалып тазару рәсімінен өтпесе, ондайды жамағаттан аластату керек. Себебі ол үстіне тазару рәсімінің суын сепкізбей, жаратқан иенің киелі орнын арамдады. Бұл халыққа арналған тұрақты ереже. Тазарту рәсімінің суын бүркіп сепкен адамда киімін жусын. Ал тазару рәсімінің суы біреуге тисе, сол адам кешке дейін таза емес болып саналады. Арамданған адам жанасқан кез келген нәрседе арамданады. Сондай арамданған нәрсеге жанасқан әркімде кешке дейін таза емес болып саналады. Руларды санау. 20 тарау. Бірінші айда Исраильдіктердің бүкіл қауымы Син атты елсіз далаға жетіп, сондағы Қадеш деген жерде тұрақтады. Мәриям сол жерде қайтыс болып, мәйіті қабірге қойылды. Ал қауымның ішетін сулары болмай, олар Мұса мен Харонға қарсы бас қосты. Олар Мұсаға қатты наразы болып, былай деді: ағайындарымыз жаратқан иенің алдында өлген кезде, біздің де өліп қалғанымыз игі болар еді. Бізді жаратқан иенің қауымын неге осы иен далаға бастап алып келдіңдер? Өзіміз бен малымыздың қырылуы үшін бе? Бізді Мысыр елінен шығарып, мына қу Медиенге неге алып келдіңдер? Мұнда астық шықпайды, інжір, жүзім, анар дегендерің өспейді. Тіпті ішетін суда жоқ. Осы сөздерді естігенде Мұса мен Харон бас қосқан халықтан бөлініп шығып, кездесу шатырының кіреберісіне барып, сол жерде етпеттерінен жата кетті. Сонда оларға жаратқан иенің нұрлы салтанаты көрінді. Жаратқан ие Мұсаға тіл қатып, былай деді: әлгі таяқты қолың алып, ағаң Харон екеуің бүкіл қауымды жинаңдар. Олардың көз алдында мына жартасқа бұйыра сөйлеңдер. Сонда ол сендерге ішінен суын ағызады. Осылайша сен жартастан су ағызып шығарып, халықтың да малының да шөлін қандыратын боласың. Мұса жаратқан иенің нұсқауы бойынша оның алдында сақтаулы тұрған таяқты қолына алды. Харон екеуі бүкіл жамағатты жартастың алдына жинады. Мұса оларға: уа бағынбайтын қыңырлар, құлақ салыңдар.
сендерге осы жартастан су ағызайық па деп дауыстады. Содан кейін Мұса қолын көтеріп, жартасты 2 рет таяғымен соғып қалды. Сонда одан су молынан сарқырап аға жөнелді. Бүкіл жамағат та, малдары да ішіп, шөлдерін қандырды. Бірақ жаратқан ие Мұса мен Харонға тіл қатып, былай деді: «Маған жете сенбей, Израильдің үрім бұтағының алдында менің киелі екенімді көрсетпедіңдер. Сондықтан екеуің осы қауымды өзім оларға табыстап отырған елге алып бармайсыңдар». Бұл жер Мериба, ұрсу суы деп аталып кетті. Себебі Израильдің үрім бұтағы сол жерде жаратқан иеге ұрсып, ол өзінің киелі екенін көрсетті. Мұса Қадештен Едом патшасына елшілер арқылы мынадай сәлем жіберді: «Ағайындарың Израильдіктерден дұғай сәлем. Біздің басымызға түскен әр алуан бейнеттер туралы өздерің білесіздер. Ата-бабаларымыз Мысыр еліне қоныс аударып, сол жерде көп жыл тұрдық. Ал мысырлықтар бізге және аталарымызға жәбір көрсетті. Сонда біз жаратқан иеден көмек сұрап жалбарынған едік. Ол бізге құлақ салып, періштесін жіберіп, бізді Мысыр елінен азат етіп алып шықты. Енді біз сіздің елдің шет жағында орналасқан Қадеш қаласындамыз. Бізге жеріңіз арқылы өтіп шығуға рұқсат берсеңіз екен, не егістіктеріңізге, не жүзімдіктеріңізге түспейміз. Құдықтарыңыздан да су ішуші болмаймыз. Патшаның үлкен жолымен ғана еліңізді кесіп өте шығамыз. Соған дейін жолдан оңға да, солға да бұрылмаймыз». Бірақ едомдықтар Мұсаға мынадай жауап берді: «Жеріміз арқылы өтпейсіңдер. Әйтпесе сендерге қарсы семсермен шығамыз». Сонда Израильдіктер: «Біз үлкен жолмен ғана өте шығамыз. Егер біз өзіміз, не малдарымыз суыңызды ішетін болсақ, ақшасын төлейміз. Тек жеріңіз арқылы жаяу өте шықсақ болғаны. Одан басқа ештеңе істемейміз» деп өтінді. Алайда едомдықтар қайтадан: «Жоқ, өйтпейсіңдер» деген жауап берді. Олар Израильге қарсы мықты қарулы қолмен шықты. Сонымен едомдықтар Израильге өз жерлері арқылы өтіп кетуге рұқсат бермегендіктен, халық оларды айналып өтпек болып, бағыттарын өзгертті. Осылайша Израильдіктер Қадеш қаласынан шығып, бүкіл жамағат Хор тауына жетті. Едом елінің шекарасындағы Хор тауында жаратқан ие Мұса мен Харонға тіл қатып, былай деді: «Харонның о дүниеге, ата-бабаларының қасына аттанатын мезгілі жетті. Ол мен Израильдіктерге табыстауға уәде еткен елге кірмейді. Себебі екеуің Мерибадағы су жайлы менің бұйрығыма бағынбадыңдар. Харонды және оның ұлы Елазарды ертіп алып, Хор тауының басына көтеріліңдер. Сол жерде Харонның арнайы киімдерін шешіп, ұлы Елазарға кигіз. Ал Харонның өзі сол жерде дүниеден өтіп, ата-бабаларының қасына жөнеледі». Мұса жаратқан иенің бұйрығын орындап, үшеуі бүкіл жамағаттың көзінше Хор тауына көтеріліп кетті. Сонда Мұса Харонның үстінен арнайы киімін шешіп алып, оның ұлы Елазарға кигізді. Харон сол таудың басында қайтыс болды. Кейін Мұса, Елазар екеуі таудан түсті. Жамағат Харонның қайтыс болғанын білгенде, бүкіл Израиль халқы оны 30 күн бойы жоқтап аза тұтты.